Ал қадірменді ағайын, сіздермен Ықылас сүресінің талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Құл деген кезде ләмға жіңішке қылып сөздер. Құл болып кетпесін. Құл хуаллаху ахад. Лафзатулланың алдында қарып фатхалы немесе даммалы болса жуан оқылады дегеніміз, ләм әрпі. Хуаллаху жуан оқылады, хуаллаху ахад. Мына жерде соңында сукунды қылып тоқтағандықтан ахад деп қалқала жасаймыз дәлға. Құл хуаллаху ахад. Қалқала жасалады, тербетіледі. Ахад. Аллаху самад. Айтқан болатымыз, уасыл хамза сөздің басында келсе болып оқылады деп. Аллаху самад. Мына жерде де қалқала жасаймыз, самад. Және мына жерде сад шәмси әрпі болғандықтан ләм оқылмайды, және мына уасыл хамза сөздің ортасында оқылмайды. Ләм ялиді ва ләм юлады. Ләм ялиді қалқала. Ва ләм юлады. Мына жерде мынанда ескереңіздер, ләмдер сукунды болып келген кезде қалқала жасап қоймаңыздар ләмге. Мимға. Мим қалқала жасалмайды. Қалқала тек қалқаланың 5 әрпіне бә, джим, дәл, қаф, та әріптеріне ғана жасалады. Қалған әріптерге қалқала тербетілу жасалмайды. Ләм деп мимді таза оқисыздар. Ләм ялиді ва ләм юлады. Мына жерде қалқала жасайсыз. Ю және мына жерде мәтті ұмытпаңыздар. Юлады ва ләм якуллаху куфуан ахад. Енді мына жерде ва ләм якун сукунды нун, одан кейін идғамның ләм әрпі келіп тұр. Демек сукун нунды идғамның әрпіне біріктіріп оқисыз, және ешқандай мұрынға апармайсыз, ыңылдамайсыз. Және де идғам әріптерінің біз мұрынмен ыңылдап оқылатын вау, я, мим әріптерін біз айтқан болатын ұстап тұруға болады деп, шәддәл оқып қалған кезде ыңылдап кішкене 1-2 харакатқа ұстау болады деп. Ал ләм мен раны сіздер ұстамайсыздар, тек шәдда жасалғанын ғана білдіресіздер деп өтіп кетесіздер. Ва ләм якуллаху деп ұстап тұру жоқ. Якуллаху куфуан ахад. Енді мына жерде ләху деген кезде дамир келіп тұр, демек мына жерде дамир келіп тұрғандықтан екіге худың харакатын екіге созасыздар. Куфуан ахад. Одан кейін мына жерде изхар келіп тұр, мінекей тәнуин нен кейін және сукун нуннан кейін изхар әріптерінің алиф, ха, ха, айн, ғайн, ха әріптер келетін болса, алты әріп сукун нун мен тәнуин ашық оқылатын дегеніміз. Куфуан ахад, және одан кейін әріпті өзі ашық оқылады. Куфуан ахад. Яғни мына жерде соңында сукунмен аяқтағандықтан қалқала жасалады. Ахады. Яғни мына жерде мим не үшін тұрғанын біз білеміз, негізі мына жерде ахадун, асылы ун деген тәнуин. Сіз келесі әріптің, келесі сүренің бисмиллас деген сөзіндегі бә әріпмен қосқан кезде бұл иқлап қылып оқитыныңызды білдіріп тұр. Мінекей қадірменді ағайын, Ықылас сүресінің талдауы осындай болып келеді. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын, иншалла үйде жақсылап дайындалыңыздар.